Бәріңізге сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода шоколадты капкейктің жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен бисквитін дайындаймыз. Жұмсақ сары майға бөлме температурасында қант салып, біріккенше жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқа менде салқын, холодильниктен алынған. Осылай бір жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне жылы сүтімізді құямыз. Және мына жерде ұн, разрыхитель, какао үшеуін жақсылап араластырып, соны осы сұйық массамыздың үстіне салып, жақсылап миксерлейміз. Какао ұнымызды салғаннан кейін мен осылай сразу миксерлемеймін, негізінде осылай біраз араластырып алам. Әйтпесе миксерді сразу қоссам, какаомыз шашырап кетеді, жан жаққа ұшып. Шетіндегі араласпай қалғандарында бір жинап алып, тағы да миксерлеп жібереміз. Сонымен біздің массамыз дайын болады. Енді осы тестамыздың үстіне шоколад саламыз. Мен темный шоколад салдым. Молочный салсаңыздар болады, белый салсаңыздар да болады. Бірақ егер шоколад жоқ болса, салмасаңыздар да болады. Ол қатты маңызды емес. Осыны жақсылап бір араластырамыз, сонымен біздің тестамыз дайын. Осыны кондитерский мешокқа салу ыңғайлы, не болмаса қасықпен сала берсеңіздер де болады капсулаларға. Енді осы капкейктарымызды 175-180 градуста піскенше пісіріп аламыз. Яғни зубочисткамен тексереміз піскен. Осылай болып піседі. Енді бұл суылғаннан кейін кремін дайындаймыз. Мына жерде менде салқын творожный сыр, үстіне сахарный пудраны салып, екеуін жақсылап біріктіріп аламыз. Үстіне салқын сливкиімізді қосамыз. Осы дайын болған кремімізді кондитерский мешокқа салып аламыз. Менде нөмір 333 насадка. Мен капкейкке тек қана осыны қолданамын үнемі. Менде мына капкейктердің капсулалардың размері кішкентай, сондықтан менде осы порциядан 20 штук шықты. Ал егер средний капсула болса, одан 12-13 штук шығады. Енді кремдерімізді отсаживать етіп шығамыз. Капкейктарымыз дайын болды. Бетін қалаған жеміс-жидектеріңізбен сәндеп шықсаңыздар болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.